Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен ас содасын пайдасы мен зиянына тоқталатын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Кішкене күнімізден қорабы мен түр сипаты өзгермейтін ас содасын 18 ғасырдың соңында француз химигі Леблан ойлап тапқан. Содан бері бұл өнім көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, медициналық өнеркәсіпте, тіпті металлургияда да пайдаланады. Үй шаруасында да ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде сода түрлі бәліштер пісіру үшін қопсытқыштың орнына жүреді. Сонымен қатар сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып, тез дайындау үшін және де ыдыс-аяқ жуу үшін пайдаланады. Ем-дом ретінде соданы. Сүтке араластырылған соданың дәмі бала кезіңізден бері бәріңізге таныс шығар. Бұл қоспа әлі күнге дейін жөтел кезінде сізге ерекше әсер етеді. Дәрігер мамандар бір шай қасық соданы қайнаған сүтке қосып ұйықтар алдында ішуге кеңес береді. Ал сүтті ұнатпайтын адамдар болса, оларға жөтел кезінде сода ерітіндісінен жасалған ингаляция көмектеседі. 1 литр қайнаған суға 1 ас қасық сода жеткілікті. Тамағыңыздың ауруына сода ерітіндісі ерекше көмектеседі. Оның 2 шай қасығын алып 1 стақан жылы сумен араластырыңыз. Күніне 5-6 рет шайып тұруыңыз керек. Сода тамағыңыздың шырышты қабығын суландырып, тамақ құшуын тоқтатады. Конъюнктивит кезінде көзіңізді жиі сода ерітіндісімен жуғаныңыз дұрыс. Алайда бір ескере кететін жайт, бір мақтаны тек 1-ақ рет қолданыңыз. Сода медицинада баяғыдан бері аритмияға қарсы дәрі ретінде қолданылып келеді. Кенеттен жүрегіңіз қатты соғып ауырса, соданың жарты шай қасығын тұтынып тоқтатуға болады. Гипертония кезінде де өте пайдалы. Ағзадағы сұйықтық пен тұзды шығарып артериялық қысымды төмендетеді. Соданы шай қасықтың жартысына салып, дәріңізбен бірге тұтыныңыз. Қоғамдық көліктерде де басыңыз айналып, құсқыңыз келсе, өзіңізбен бірге ас содасын алып жүруді ұмытпаңыз. Егер біреу қышқылға күйіп қалса, оған тез арада сода ерітіндісін жағып байлап тастаңыз. Соданы ауыр жарақат алып, көп қаныңызды жоғалтқанда немесе бір нәрсеге уланғанда алғашқы көмек ретінде қолдану қажет. Ол үшін сода мен тұз ерітіндісін дайындағаныңыз дұрыс. Дайындау жолы өте қарапайым. 1 шай қасық сода мен 1 шай қасық тұзды алып, 1 литр қайнаған суға салып жақсылап араластырыңыз. Дайын болған соң әр 5 минут сайын тұтыныңыз. Аузыңызды содамен шаю арқылы тіс ауруларын аман қаласыз. Ыстық сода ерітіндісін дайындап қойып, күніне 5-6 рет аузыңызды шаю күнделікті әдетке айналдырыңыз. Сонда сіз тіс дәрігеріне қаралудың да қажеті болмайды. Сонымен қатар сода тамаша косметикалық зат. Оны сабын ұнтағымен араластырып, аптасына 2 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Ол сіздің бетіңізді безелерден құтқарады. Сода тіс пастасының да орнын ауыстыралады. Оны мақтаға малып алып, тісіңіздегі тат кеткенше ысқылаңыз. Көп ұзамай нәтижесіне көз жеткізесіз. Сода ерітіндісі құрт құмырсқа, шыбын шіркей шаққан жерлерді де тез кетіреді. Егер шаққан жеріне күніне бірнеше рет жақсаңыз, орны да қалмайды және жараның аузына микроб түсірмейді. Жұмыстан қатты шаршап келген күні кешке сода мен аяғыңызды уқалаңыз. 5 ас қасық соданы 10 литр жылы сумен араластырсаңыз жетеді. Содан кейін 15 минут аяғыңызды суға салып уқаласаңыз, шаршағаныңыз бірден басылады. Алайда ас содасын пайдаланғанда оның әкелер мол пайдасы мен зияны бар екенін ұмытпаған жөн. Ұнтақ түріндегі содада сұйық түріне қарағанда сілтілік қасиеті көп. Ұзақ уақыт терімен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін. Ал құрғақ сода көзге тисе немесе иіскеген болса, күйіп кетеді. Сондықтан ұнтақпен ұзақ уақыт жұмыс істейтін болсаңыз, респиратор пайдаланған жөн. Ал егер көзге түскен болса, бірден мұқият жуыңыз. Қазақша каналының дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.